Біз бүгін сабағымызды бастамас бұрын алдымен сыныбымызда жақсы психологиялық ахуал бұзылады. Ол үшін тақтаға тренингке назар аударуыңызды сұраймын. Бұл жерде күннің тренингі, менімен бірге қайталаймыз. Бүгін терезеден бізге күліп тұр қара, сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Жақсы, ендеше сондай жақсы көңіл күймен сабағымызды бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын сендерге өткен сабақтарын келіп ол үшін бізде стартап жобасы, өткен сабақта. Стартап, яғни стартап дегенімізге байланысты сіздерге тақтада сұрақтар, бірнеше сұрақтар берілген. Қайсымыз алып көреміз. Өзімізді сынап көрейік өткен сабақ бойынша. Кім тақтадағы сұрақтар алып. Талаптарды тест етеміз. Бір сұраққа отырамыз қазір. Жақсы. Кел, ама. Қандай сұрақ оқыдық па? Енді бұл үйреніп деп ойламай, себебі өмірмен байланысты сұрақтар, қайсымыз дайынбыз? Сұраққа жауап. Қайда өтіп, Инновация дегеніміз тауарды сатуға байланысты кез келген жаңашылдық. Инновация дегеніміз Тауарды сатуға байланысты кез келген жаңашылдық. Мысалы, жаңа идея болады дейсің? Мысалы, ноутбуктар бұрын қалай шықты? Қазір жанында өзін алып. Бөлек, қазір? Жанында алып, ішінде ол нетбук деп аталады, бізде жанымызға алып, өзімізбен бірге алып жүресің. Келесі кімдер? Стартап дегеніміз тез дамушы құрылған құрылым. Мысалы, әрі компания емес, бірақ тез дамып келе жатыр. Мысалы, өткен жолы сіздерге айттым ғой, бір баланың өмірбаяны, жаңағы баланың жақсы бір идея тауып, президенттің алдында өзінің жұмысын шығарды. Бізде комиксы деген бар, комикстар өте суреттермен баяндалатын. Сол мысалы стартап болып табылады. Жаңадан өзінің идеясын ашты. Бренд деген бұл осы тауар маркасының бәсекелес аттарынан ең маңызды ерекшеленіп тұру болып табылады. Мысалы, қазіргі таңда өзі телефондар жағынан да, киім жағынан да брендтерді айтуға болады. Телефон жағынан көбінесе iPhone қазір ең маңызды брендте тұр. Жаңадан жыл сайын жаңадан түрі шығып келе жатқанда, ол ең бірінші болып табылады. Киімне қандай кімдікі киеміз? Кімді киім күшті? Versace көбінесе, олар құдырап кетті ма брендті? Жоқ ма? Жоқ, олар брендтерін сақтап тұрады. Стартаптың негізгі мақсаты не? Стартаптың негізгі мақсаты ол клиенттердің сұранысына байланысты шешімдерді табу. Клиенттер не істейді? Сұранысқа бересіздер ма, сендер осындай кім керек деп ойларыңды, жеткізесіздер ғой әрбір неде, соны дәріптеп, соны шешу жолдарын Кәсіпкер дегеніміз не? Жаңа идеяларды іске асыру. Кәсіпкер емес дейді. Идеяларды іске асыру. Жаңа кәсіпкер кәсіптермен таныстырады, жаңа идеялар құрады. Соны біз кәсіпкер дейді екенбіз.
жақсы. Так, сіздер бір сабақ бастамас бұрын мен топқа бөліп алғым келді. Ол үшін әртүрлі суреттер, осы суреттерді таңдау арқылы сіздер тез-тез топқа бөлініп отыра қаласыңдар. Қандай боласыздар? Сол түске байланысты отырасыңдар, Кел бола береді. Сурет қандай түс, сол жасыл түс болса жасылға, сары болса сарыға, және сізге бала бүгінгі сабақ маршмеллоу челлендж деп аталады. Бұл ойынды бүткіл дүние жүзі ойнады десек болады. Барлық кәсіпкер, онда кәсіпкердің барлығы осы ойынды ойнап шыққан. Енді бүгін сол ойынмен таныстырып, сіздерді ары қарай сол ойынды жалғастыратын боламыз. Стартап көпшілік алдында сөйлеп, жаңа нәрсені бастау, яғни ол кезде көңіл-күймен сезім қандай болу керек? Мысалы, ашуланып, не болмаса басқа біреуге ренжігеніңізді клиенттердің алдында көрсете аламыз ба? Жоқ. Әрқашан көрсетіп, қай жерге барсаңыздар да, банкке барсаңыздар да, сондай жақсы жауап береді, сондай көңіл-күйіңіз жақсы болу керек, психологиялық дайындалуыңыз керек. Одан кейін өз-өзіне не болу керек? Адам сену керек, алдынан мақсат қоя білу керек. Сонымен қатар көп ойланбай жауабымызды тездетіп беруіміз керек екен. Енді сіздерге мынандай ойын, бұл мен бірінші рет таныстырып тұрмын. Бұл жерде сіздерге мынандай мұнара, биік мұнара тұрғызу керек. Қаншалықты мына спагеттидің көмегіне біз осы мұнара тұрғызамыз. Және де ол мынандай бір-біріне қарағандан болу керек тұр. Оның биіктігін өлшейміз. Биіктігін есептеп алып, жаңа құлатылатындай болу жүйесін беріп болу керек. Енді бұл жерде сіздерге скотч, спагетти, қайшы, жіп және соңғысы маршмеллоу беріледі. Қазір барлықтарыңызға бірдей бөліп беремін. Ал бастаймыз. Nagazdajem. Najlepszy.
Так, екінші топшы бізде қанша болды? 20. Иә? 20? 1/20. Биік мұнаралардың бірі болды. Нормально қой. Одан алып Балалар біз мұнараны салдық, берілген қаражатты, берілген қажетті құрылысқа қажетті материалдың бәрін алдыңдар, иә? Сонымен биік мұнаралары шықты. Енді тақтана назар аударайықшы бүгінгі сабаққа бекіту сұрақтары бізде ойыннан не түсіндіңіз? Командада жұмыс қалай өтті деп ойлайсыңдар? Сабина? Командада жұмыс өте қызық өтті. Бәріміз осы топта бүкіл атсалысты макарондар құлап тұрып жатқанда оларды бекітіп, қойыстап, бүкіл көңіл өтті. Берік болуына, жақсы болуына. Жақсы. Командалық жұмыста қандай қиындықтарға тап болдыңдар? Не қиын болды? Жас жолдарына Ama ben айтсам болады. бірікпеуі, мысалы, біреуіміз қолы ұстастырып, уақытымыз жетпей, амандап, уақыттарында алды, иә? Уақыттарында алды, кедергі болды. Так, мұнара, сіздің мұнара берік болды ма? Берік болады. Келесі сұрақ, болашақ ойынға қатысушыларға қандай кеңес берер едіңдер? Болашақ ойынға қатысушыларға айтады. Осы ең бірінші осы астын жасап алу. Ең бірінші үйдің есін жасаймыз. Яғни түрбер қыламыз. Сол кезде ғана барып бізде үйіміз жақсы тұрады. Болашақ қатысатын ойыншылар. Бір баладан ауызбіршілік бетсі керек. Ауызбіршілік бетсі керек. Бір адамның қателігінің барлығы жоқ. Вот, деу керек. Сосын Вақытты көбінесе үйренуіміз керек екен. Жақсы, енді сіздерге мынандай кері байланыс алынып беріп отыр. Яғни бүгінгі сабақта мен үшін не білдіңдер бүгінгі сабақта? Мен үшін не қызықты болды? Өз сөздеріңізді маған тапсырманы оқында оңай болды. Не оңай болды? Осыға кішкене ғана осы стикерға өздерінің ойларыңды жазып, теледидарларға жақсылаңыз. Өз ойларыңды білдіріп, Онда сіздерге жауап бересің бе? Сіздерге жауап бересіңдер. Бүгінгі сабақ сіздер үшін мақтанышпар болса тездетіп жақсылайды. Өз ойыңыз жақсылайды. Ama haydi oynatmam. Uygulamam. Иә. Қай экранға тапсыруларың керек? Енді бүгінгі сабақ сіздер үшін қалай өтті? Кім айтады? Апана сүйекті соны істеп отыр. Кім айтады? Қандай болды? Мен бүгінгі өткен сабақтарда болды деп өтетін машиналы челленджін орнаған болатын. Машиналы челлендж кезінде біз ғимаратты тұрғызды, ғимаратты тұрғызған кезде топтар арасында біздікі ұзын болса деген тапқыз ой болады, мақсат болады. Соған байланысты қызылады. Иә. Жарайды, жақсы олар болсаңыз рахмет. Жақсы. Сау болыңыз.